Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұсылман бауырлар, Шымкент қаласы бойынша орталық мешітінің сұрақ-жауап парақшасына бірнеше сұрақтар келіп түскен екен. Сол сұрақтардың бірі: бойында ғұсылы болмаған кісі мешітке кіруіне болады ма дейді. Жалпы мешіт Аллах тағаланың қасиетті үйінің бірі болып есептелінеді. Және бойында ғұсылы болмаған кісі қасиетті мешітке кіруіне болмайды. Алланың кәләмі болған қасиетті Құран кәрім кітабын ұстауға болмайды. Тек қана зәрулік туындаған жағдайда ғана қасиетті мекен мешітке кіруіне рұқсат. Жалпы Алла тағала қасиетті Құран кәрімде: «Астаизу билла, инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатахирин». Аллах тағала тәубе етушілермен және таза жүрушілерді жақсы көреді дейді. Аллах тағаланың қасиетті кәләмін Құран кәрімді ұстарда және қасиетті мекен мешітке кірерде әрбір мұсылман адам бойында ғұсылы болған таза халінде кіру керек. Ал енді ешбір зәрусіз жағдайда бойында ғұсыл болмаған халінде мешітке кіретін болса, күнәлі болып есептеледі. Екінші сұрағымыз: сәждеде жатқан кезінде дұға тілектерде өзіңнің қалаған тілек дұғаларыңды Алладан сұрауға болады ма дейді. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің мұбарак хадистерінің бірінде: «Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun faksiru du'a». Пенденің Раббысына, жаратушысына ең жақын кезі оның сәждеде жатқан кезі дейді. Және сол кезде көп дұға жасаңдар дейді. Шын мәнінде бекітілген парыз, бекітілген сүннет намаздарында ешбір артық зияда болған дұғаларды жасамаған абзал. Бекітілген намаздарда тек қана Алла тағаланы ұлықтайтын зікірлерді айтқан жақсы. Ал енді нәпіл болған құлшылықтарда Алла тағаланы ұлықтап, сосын қалаған ізгі тілек дұғаларды жасауға болады. Үшінші сұрақта: көзге салынатын линза, көзілдірік орнына ғұсыл және дәретке кедергісі болады ма дейді. Жоқ, әрине. Көз ақиқатында бұл жуылатын ағзаларға жатпайды. Өйткені көз өте қорғаулы болған, нәзік болған мүшелердің бірі. Сол себепті бұндай нәзік, қорғалу керек болған мүшелерді қол тигізіп жуудың қажеті жоқ. Ал енді сондай орындарға қандай да бір линза, қандай да бір сүрме майлар жағылатын болса, ол ғұсылға және дәретке ешбір кедергісі жоқ. Және бір сұрақта: Құранды кирилл әріпімен жаттаған кісі Құранды оқыса қате оқыған болып есептеледі ме дейді. Әрине. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде: «Уараттилил Құр'ана тартила». Құранды өте көркем түрде оқыңдар деген. Яғни әрбір әріпінің ақысын беріп, әрбір ереже қағидаларының әріпінің, яғни ережелерін сақтай отырып оқыңдар деген. Ал енді кирилл әріпімен жаттауда әріптерді орнына қоя алмай қалу мүмкіншілігі өте көп. Сол себепті Құранды араб тілінде үйренгеніміз абзал. Және бір сұрақта: жетімдерді қамқорлық қылудың сауабы қандай дейді. Шын мәнінде қоғамда өз тағдыры солай болуы мүмкін. Тағдырдың тауқыметіне ілініп жетімдік күнді көріп жатқан қаншама бауырларымыз бар. Олардың басынан сипау, оларға қол ұшымызды беріп жәрдем беру бұл өте үлкен сауапты іс болып есептелінеді. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам: кімде-кім жетімге қамқорлық қылатын болса, мен онымен жәннатта иық тіресіп тұрамын деп, яғни саусағын жай ғана ажыратқан.
Баршамызға белгілі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннаттың ұлысы болған Фирдаусул А'лада болады. Ал енді біздер пайғамбарымызбен бірге болуды қалайтын болсақ, иншалла жетімдерге қамқорлық жасауымыз керек. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.